бері өте ірі орман өрттері болып жатыр. 21 наурыз басталған өрттерді әлі де сөндіре алмай жатыр. Өрттің тез таралуының себептері құрғақ ауа райы және қатты жел. 5 күнде 26 адам қаза тапты және 30-дан астам адам жарақат алды. Көпшілігі 60-тан асқан қарт адамдар, үйлерін тастап кеткісі келмеген немесе эвакуация жасап үлгермегендер. Мыңдаған адамдар үйсіз қалды, орманның үлкен бөлігі жанып кетті. 36 мың гектар орман күлге айналды. Сонымен қатар 1000 жылдан бері тұрған дәстүрлі ғимараттардың бірі де жанып кетті. Бұл ғимарат ЮНЕСКО-ның әлемдік мұралар тізімінде болған. Бұл Корея тарихындағы ең ауқымды орман өрттері. Өртті сөндіре алмай жатқан себептері қатты жел одан сайын ушықтырып, оны жан-жағына таратып жатыр. Таулы жерде болғандықтан өрт сөндіретін вертолеттар тоқтамай жұмыс жасап жатыр. Кеше бір вертолет құлап, жүргізушісі де қаза болды. Өрттердің кесірінен қазір Корея бойынша ауа өте нашар және қауіпті. Сол үшін далаға шығатын кезінде міндетті түрде маска киіп жүрген дұрыс. Бұл жағдайда жеке өзім орман жануарларына өте қатты жаным ашып тұр. Олардың қашатын жері жоқ, тірідей қырылып жатыр.